саламатсыздар ма? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің мектепке дейінгі педагогика пәнінің оқытушысы Торабаева Гүлнар Ізбасарқызы. 4-ші курста диплом алды, практика өтіп жатыр. Сол практика бойынша мен М16 тобына тапсырма берген едім. Сол практиканың барысында балалар әр апта сайын берілген тапсырмаларды орындайды. Және сол тапсырмаларын өздері электрондық почта арқылы немесе білім алу бойынша көрсетеді, жібереді. Бүгін сіздермен бөліскелі отырмыз. Тақырыбымыз театрландырылған ойындар. Сол ойындардың жаңағы атрибуттарын жасап, мектепке дейінгі ұйымдарда, балабақшада көрсету балалардың алдында. Соған балалар өздері дайындалып жатыр. Біреуі көлеңкелі театр, көлеңке театрын, біреуі саусақ театрын, біреуі кәдімгідей ерте кейіпкерлерін қолдан тігіп, жасап, сол көрсетіп жатыр. Бүгінгі күні міне дайын болған бала Айдана. Сөз берем Айданаға. Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің 4-ші курс студенті Нығметова Айдана. Бізде қазір диплом алды практикасы болып жатыр. Берілген тапсырма театр ойындары тақырыбы бойынша мен ертегі қойылымына дайындық жұмыстарын әзірледім. Мен бауырсақ халық ертегісінің атрибуттарын жасадым. Бұл театрландырылған қойылымды көруге бірнеше кішкентай топ балаларын шақыруға болады. Мақсаты балаларды ертегінің мазмұнымен және жануарлардың іс-әрекеттерімен таныстыру, қиялын, ойлауын, сөздік қорын, байланыстырып сөйлеуін дамыту, балаларды жағымды, жағымсыз қасиеттерді айыра білуге және аңқау болмауға тәрбиелеу. Ертегі. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Бір күні шал: "Кемпірім, кемпірім, маған бауырсақ пісіріп берші", депті. Кемпірі: "Үйде ұн жоқ қой, неден пісіремін?" депті. Шалы: "Қамбаны қырсаң, қанатпен сыпырсаң, бауырсақты ұн шығар-ау", дейді. Кемпірі солай істейді. Қамбаны қырады, қанатпен сыпырады. Бір уыс ұн тауып, қаймаққа илеп, майға пісіріп, терезенің алдына суытуға қояды. Бауырсақ, жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден секіріп, домалап түсіп жөнеледі. Бұл жерде атрибуттарын қоямын. Келесі ормандағы. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын", дейді. "Жоқ, қоян, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін", дейді де әндете жөнеледі. Әжем қойма қырнаған, 2 уысын жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп баймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден сатылдым, енді сені құтылу қитар, қиын емес бұл маған, деп домалай жөнеледі. Бір кезде бауырсақ домалап келетса, алдынан қасқыр шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын". "Жоқ, сұр қасқыр, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін", дейді де әндете жөнеледі. Әжей қойма қырнаған, 2 уысын жинаған, бал қаймақпен сылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым,
Мен әжейден сытылдым. Мен қояннан құтылдым. Енді сенен құтылу сыр қасқыр қиын емес болмаған деп домалап жөнеледі. Домалап келе жатса, алдынан құрбандаған аю кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді. Бауырсақ: жоқ, аю, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін, дейді де әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, екі уысын жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден сытылдым, мен қояннан құтылдым, сыр қасқырдан да құтылдым. Сенен құтылу, аю, қиын емес болмаған, деп домалай жөнеледі. Келесі ол сұрқыге кездескендегі біздің атрибутымыз. Аю, бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, түлкі, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін, дейді де әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, екі уысын жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден құтылдым. Енді сенен құтылу, түлкі, қиын емес болмаған, дейді. Түлкі: бауырсақ, менің құлағым естімеуші еді, мұрныма келіп айтасың ба, дейді. Бауырсақ: ойында ештеңесі жоқ. Түлкінің тұмсығына барады. Мен әжейден қойма тырнаған, екі уысын жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған деп айтып жатқан, оны түлкі жеп қояды. Осымен ертегі аяқталады. Ал енді Айдананың ертегісі жақсы екен, кейіпкерлер де жақсы жасалған екен. Әрине, біз бұны балалардың алдында көрсеткенде тағы да дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Түлкінің тұмсығы. Ал енді Толғанай. Сәлеметсіздер ме? Маған естіліп тұр ғой, иә? Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің 4-ші курс студенті Сатбекова Толғанай. Бізде қазір диплом алды практикасы болып жатыр. Берілген тапсырма театр ойындары тақырып бойынша ертегі қойылымына дайындық жұмыстарын әзірледім. Мысалы, мен Шалқан халық ертегісінің атрибуттарын жасадым. Бұл ертегіні көруге кішкентай топ балаларын шақыруға болады. Мақсаты, осы шалқан ертегісінде балалардың ақыл ойын, қиялын дамыту, балалардың сөйлеу, есте сақтау қабілеттерін дамытумен қатар тілін, сөздік қорын жетілдіру, достық пен сыйластыққа, өзара көмекке тәрбиелеу ертегі. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріп. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал есіктің алдына шалқан егіпті. Күндердің бір күнінде шалқан үлкен болып өсіпті. Осы кезде ата шалқанға тамсанып қарайды. Ата: ой, бәрекелді, менің еккен шалқаным үлкен болып өсіпті. Бәріне жететін болды деп тамсанып қарап тұрады. Осылайша ата шалқанды әрі тартады, бері тартады. Сөйтіп шалқанды жыла алмай қояды. Көмекке кемпірін шақырады. Ата: кемпірім, көмекке келші. Шалқанды жыла алмай жатырмын, дейді. Кемпірі келеді. Екеуі олай тартады, бұлай тартады. Шалқанды жыла алмайды. Одан кейін көмекке кемпір қызын шақырады. Қызым, бізге көмекке келші. Мына атан еккен шалқанды жыла алмай жатырмыз, дейді. Сөйтіп қызы көмекке келеді.
сөйтіп қызы көмекке келеді. Олай тартады, бұлай тартады, бірақ шалқанды жұла алмай қояды. Сөйтіп қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шал шалқаннан тартып, барлығы әр тартады, бер тартады, сөйтіп жұла алмай қояды. Одан кейін қыз көмекке итін шақырады. Итім, бізге көмекке келші, дейді. Сөйтіп иті көмекке келеді. Олар барлығы бірігіп, ит қыздың етегінен, қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шалқаннан әр тартады, бер тартады, сөйтіп шалқанды жұла алмайды. Енді ит көмекке мысығын шақырады. Мысығым, бізге көмектесші, біз шалқанды жұла алмай жатырмыз, дейді. Сөйтіп көмекке мысығы келеді. Ендеше көмектесіп жіберейін деп барлығы бірігіп шалқанды әр тартады, бер тартады, бірақ жұла алмай қояды. Енді мысық көмекке тышқанды шақырады. Тышқан, бізге көмекке келші, дейді. Сөйтіп көмекке тышқан келеді. Әрі тартады, бері тартады, сөйтіп шалқанды жұлып алады. Осылайша ертегі аяқталады. Балалар, ертегі ұнады ма деп балалардың ойын білуге болады. Жақсы. Қыздар, ертегілерің жақсы дайындалған екен. Әзірлемелерің жақсы. Ары қарай жетілдіру керек. Ол жаңағы өздеріңнің дайындаған кейіпкерлеріңнің атрибуттарыңның, ертегілердің атрибуттары, кейіпкерлер, міне осыларменен жақсылап балаларға көрсетуге дайындалыңдар. Және дауыс ырғағы, интонация барлығы сай болу керек. Және сөздерің жатық болу керек. Дұрыс, бұл тапсырма бойынша сендер жақсы баға алып отырсыңдар. Мінекей, құрметті ұстаздар, біздің студенттеріміздің бұл практиканың бір көрінісі деп санаймыз. Әлі де ұзақ мерзімдік практика болғандықтан көп жұмыстар алда күтіп тұр екен. Сау болыңыздар, істеріңе сәттілік балалар. Рахмет, сау болыңыз.